Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Өздеріңізге мәлім, Алтын дала мемлекеттік табиғи резерватының аумағында 2024-2029 жылдар аралығында керқұландарды тарихи мекеніне қайта жерсіндіру жобасы басталған болатын. Жоба аясында әкелініп жатқан жылқылардың алғашқы легі, алғашқы тобы Алтын дала резерватының аумағына табиғи ортаға жіберілген болатын. Табиғи ортаға жіберілген күннен бастап Алтын дала мемлекеттік табиғи резерваты жанынан құралған мониторинг топ, арнайы бақылау тобы қазіргі таңда осы керқұландарға тоқтаусыз, үздіксіз күні бойы бақылау жұмыстарын атқарып жатыр. Міне бүгін осы керқұландарға мониторинг жасау жұмыстарына куә болғалы отырсыздар. Менің қасымда резерваттың аңшы биолог маманы, осы мониторинг тобының мүшесі Руслан Бектепбергенұлы отыр. Осы кісі қазір сіздерге керқұландарға мониторинг жұмыстарын жасау әдістемелерін түсіндіріп өтеді. Менің аты жөнім Болжауов Руслан, аңшы биолог. Осы Алтын дала резерватында 13 жылдан астам еңбек етем. Керқұландармен жұмысты осы бір жыл көлемінде болып, күнделікті бейне бақылау жұмысын жүргіземіз. Және де смарт қосымшасына керқұландардың іс-қимылдары, тұру, жату, шөп жеуі, басқа да әрекеттердің барлығын осы смарт қосымшасына және бейне бақылауға түсіреміз. Осы бақылау жұмысында пайдаланылатын құрылғылар жөнінде тағы бір осы мониторинг тобының белді мүшесі Рымбек Қайратұлы сіздерге толыққанды егжей-тегжейлі түсіндіріп береді. Қазіргі таңда смарт құрылғысы арқылы біз жылқылардың жай-күйін, кертағыларды бақылау арқылы биотехникалық іс-шаралар, оған жаңағындай профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп отырады. Көбінесе бізде мониторинг жұмыстарында кертағын атауы смарт жүйесінде, одан кейін олардың іс-қимылы, қоректенуі бар. Мысалы, қазір қарап отырсақ, гальван группасын таңдаймыз, одан кейін кертағы атауы, кертағын қимылы бар. Ол мысалы не істеп жатыр? Қоректенуі немесе демалу, қозғалу, өзінің ара тазаласу деген сияқты көптеген мәліметтерді осы смарт жүйесі арқылы тіркеп отырамыз. Құрметті әріптестер, менің артымда бақылап тұрғандарыңыздай керқұлан жылқылары бұл қазіргі таңда резерваттың аумағында жабайы табиғатта жүр. Бұл жануарларға күнделікті 2 мезгіл бақылау жұмыстары жасалады. Бұл жануар Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Егерде қандай да бір жаман оймен зиян келтіретіндей жағдайлар болса, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі аясында тиісті іс-шаралар қолданылады.